Red flagsыз ба, green flagsыз ба? Дарья red flagsың деп айтады. Абьюзер дейді. Мужиковский тема деймін ғой. Осылай мужик жергенге қуан деп айтамын Дарьяға. Өзіңіз тараздықсыз неге ең бірінші рет концерт беріп жатыр, мүмкіндік бермей жатсыз ба? Жоқ, әрине, бір-екі өлеңмен слабый дайындықпен шыға салуға болмайды. Сондықтан да біз дәл қазір дайындық үстінеміз деп айтсақ болады. Дарикорның біз блогер екенін бәріміз білеміз, бірақ жаңағы анда-санда деген өлеңімен топ етіп шыға келді ғой, жалпы әнші болуына сіз ықпал еттіңіз ба? Кім ықпал етті? Жоқ, сіздер блогер екенін білеміз дегенде, мен Дарьяды танысқанда әнші ретінде таныстым. Негізі мамандығы, кәсіби мамандығы әнші ма? Кәсіби мамандығы әншілікке қатысы жоқ. Негізі басқа оқыған, бірақтан өнер жолын әншіліктен бастаған. Яғни каверлер түсіріп, жаңағыдай менімен танысқанға дейін альбомы болған. Сізбен үйленгеннен кейін блогер болып кетті ма не? Иә, менімен үйленіп құртылды ғой. Жалпы Дарикорның бүгінгі гештальты қандай? Қандай гештальтты жабуға жұмыс істеп жатырсыз? Адамның арманы бітпейді дейді ғой, үмітсіз шайтан дейді ғой. Сол сияқты ғой, оның гештальттар көп деп ойлаймын. Дарикор сахнаға шыққанға сәлем салды ғой. Ол сіздің өтінішіңіз ба әлде Дарикорның өзінің? Менің өтінішім, мен кешеден бері Таразда жүрім. Мен келмегеніме бір 2 жылдай уақыт болып қалды жұмыстарымен. Әр бұрышын танимын Тараздың. Осынау Тараздың адамдары мен роднойларым дедім. Бір сәлем салу керексің. Иә, солай айттым. Сахнада сәлем салу. Иә, сахнада сәлем салу керексің деп айттым. Буллинг емес қой. Жоқ. Ол өзі бір жағынан ішінен қалап тұрды. Тараз сенің отаның. Мен Қарағандыға барғанда Қарағанды мен жақсы көремін, Таразды Дарья жақсы көреді.